Қайырлы күн білім алушы жастар. Бүгінгі сабағымызда түстану және колористика. Дәріс тақырыбы түс жүйелері. Бұл дәріс студенттерге түстердің классификациясы, түстік жүйелердің түрлері және құрылымы туралы түсінік беруге, сондай-ақ дизайн мен өнерде түстерді дұрыс таңдау мен үйлестіру дағдыларын қалыптастыруға арналған. Яғни түс жүйелері, түстану жүйелері жарық толқындарының қарқындылығы мен ұзындығын талдау арқылы адам көзі мен миының, яғни қоршаған ортадағы объектілердің түстік сипаттамаларын қабылдау, сәйкестендіру және түсіну процесі. Ол физикалық жарық сигналдарын мидағы сезімдік бейнелерге айналдырады. Ал енді түстану жүйелерінің негізі қырлары. Рецепторлар, адам көзіндегі рецепторлар жарық толқындарын қабылдап миға сигнал жібереді. Ал енді физиологиялық әсері. Түстер адамның көңіл күйіне, психологиялық жағдайына тікелей әсер етеді және қабылдауда қалыптастырады. Белсенді процесс. Мидың түйсіну жүйелері тек пассивті қабылдап қана қоймай, сезімді ақпаратты белсенді түрде өңдеп, қоршаған әлемді тұрақты бейнелеуге мүмкіндік береді. Түстану жүйелері заттар мен құбылыстардың сыртқы белгілерін, соның ішінде олардың түсін, шешімін және көлемін анықтауда маңызды рөл атқарады. Дәрістің негізгі жоспары түс жүйесі дегеніміз не? Негізгі түстік жүйелер және түстердің сипаттамалары, түстерді қолдану ерекшеліктері. Түс жүйелері дегеніміз не? Дегенге түстерді неліктен жүйелеу қажет деген сұрақ болады. Осы сұрақтарға жауап береміз. Және негізгі түстік жүйелер дегенде RGB, SMIC, NCS, Pantone сияқты жүйелерге шолу. Бұл жерде, яғни экрандағы түстердің айырмашылығын түсіндіреміз. Келесі түстердің сипаттамалары. Бұл жерде физикалық, визуалды және практикалық аспектілері айтылады. Келесі түстерді қолдану ерекшелігі. Түстерді қолдану ерекшелігі дизайн мен өнердегі практикалық мәні. Осы тақырыптарда, яғни дәрісіміз жүргізіледі. Түс жүйесі дегеніміз не? Түс жүйесі бұл түстерді реттеудің, сипаттаудың және оларды сандық мәндер арқылы координатталар жүйесінде көрсетудің ғылыми негізделген әдісі. Түстер әлемі шексіз болғандықтан, оларды стандарттаусыз бір құрылғыдан екінші құрылғыға дәл жеткізу мүмкін емес. Негізгі мақсаттары: түстерді бірінен бірін айыра білу, дизайнда үйлесімді композиция жасау, техникалық дәлдікті қамтамасыз ету. Түстерді неліктен жүйелеу қажет? Түстерді стандарттау, әр түске нақты математикалық сипаттама беріп, түсініспеушіліктерді болдырмау. Көркем үйлесімділік. Дизайнерлерге қарама-қайшы немесе ұқсас түстерді таңдауда бағдар беру. Техникалық үйлесімділік. Экрандағы жарық пен қағаздағы бояу арасындағы айырмашылықты жою. Брендтің тұтастығы. Бір брендтің барлық
өнімдеріндегі түстердің біркелкілігін қамтамасыз ету. RGB аддитивті жүйе, яғни қызыл, жасыл, көк. RGB бұл жүйе жарық сәулелерін бір-біріне қосу аддитивтілік, яғни принципіне негізделген. Үш түстің максималды сәулесін бір нүктеге бағыттасақ, біз ақ түсті аламыз. Қолданылуы компьютер, мониторлары, смартфон, экрандары, теледидарлар мен LED панельдер. Дизайнер үшін маңызы. Сіз принтті планшетте немесе компьютерде салғанда RGB кеңістігінде жұмыс істейсіз. Бұл жүйеде түстер өте қанық және жарық болып көрінеді. SMIC субтрактивтік жүйе. Көгілдір, қызғылт, пурпур, сары, ақ SMIC яғни. Бұл SMIC жүйесі жарықтың шағылысуына негізделген. Бояу қабаттары бірінің үстіне бірі түскенде олар ақ түстің спектрін жұтып, нәтижесінде қараңғы реңдер береді. Қолданылуы полиграфия, матаға, сурет басу, яғни текстильді принттер. Офсеттік баспа. Ерекшелігі RGB жүйесіндегі кейбір өте ашық түстерді SMIC жүйесінде дәл қайталау қиын. Себебі бояудың мүмкіндігі жарықтың мүмкіндігінен төмен. NCS және Pantone түс сәйкестігінің шеберлері. NCS яғни адамның түсті қабылдау психологиясына негізделген табиғи түс жүйесі. Адам көзі 6 базалық түсті ақ, қара, сары, қызыл, көк, жасыл қабылдайды деген теорияға сүйенеді. Сәулет өнерінде интерьер дизайнда кеңінен қолданылады. Ал Pantone дизайнерлердің алтын стандарты. Бұл түстердің дизайн рецепторлары және каталогтары. Әр түстің өз бірегей нөмірі бар. Мысалы, Pantone 19-40-52 классик. Осы әлем бойынша түстердің дәл сәйкестігін қамтамасыз етеді. Осы түстану саласында түстер екі түрге бөлінеді. Яғни ахроматикалық және хроматикалық түстер болып. Ахроматикалық түстер ақ, қара және барлық сұр реңдері бар. Ақ, сұр, қара түстер жоқ, тек ашықтығы бар. Кез келген түс жүйесінің қаңқасы іспеттес. Ал енді екінші хроматикалық түстер. Бұл хроматикалық түстер спектрдің барлық түстері қызыл, сары, көк және тағы басқа қосымша түстерден тұрады. 3 параметрмен сипатталады. Түстік рең, қанықтылық және ашықтық болып. Авторлық принттерде ахроматикалық фон, хроматикалық оюларды айқындап, композицияға тепе-теңдік береді. Дизайнер үшін түстерді жүйелеудің практикалық мәні. Түсті дәл таңдау, біркелкілік, композициялық тиімділік, кәсіби деңгейі, яғни осы 4 түрінде біз қазір нақтылап түсіндіруге тырысамыз. Түсті
түсті дәл таңдау мониторингті, яғни мониторда RGB жасаған реңнің матада смек қалай көрінетінін болжау. Біркелкілік, яғни бұл жерде біркелкілік бір брендтің барлық өнімдері мен жарнамаларындағы түстердің тұтастығын сақтау. Композициялық тиімділік, мысалға матадағы оюларды орналастырғанда түстердің өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету. Келесі, кәсіби деңгей. Физикалық тұрғыдан дұрыс есептелген түстер гармониясын жасау арқылы кәсіби шеберлікті көрсету. Түс қоршаған ортаны қабылдаудағы ең маңызды визуалдық құбылыстардың бірі. Ол жарықтың физикалық қасиеттеріне, адамның көру мүшесінің ерекшеліктеріне және психологиялық қабылдауына байланысты қалыптасады. Түстану ғылымында түстің үш негізгі сипаттамасы бар. Түстік рең, қанықтық және ашықтық. Біріншіден, түстік рең түстің атауын білдіреді. Мысалы, қызыл, көк, сары, жасыл. Бұл көрсеткіш түстің спектріндегі орнымен анықталады. Исаак Ньютон жарық спектрін зерттеу арқылы түстердің табиғатын ғылыми тұрғыдан түсіндіріп, ақ жарықтың бірнеше түстен тұратынын дәлелдеді. Ал екіншіден, қанықтық түстің тазалығы мен қарқындылығын көрсетеді. Қанық түс ашық әрі таза болады. Ал қанықтылығы төмен түс солғын, сұрғылт болып көрінеді. Қанықтық түске эмоциялық әсер береді және композицияда айқындық пен көңіл күйді қалыптастырады. Үшіншіден, ашықтық, яғни жарықтылық. Түстің ақ немесе қараңғы жағындағы білдіреді. Түстің ақ немесе қараға жақындығын білдіреді. Ашық түстер жеңіл, нәзік әсер қалдырса, қою түстер салмақты, терең сезім тудырады. Ашық кеңістік көлемді және пішінді көрсетуге көмектеседі. Сонымен қатар түстер жылы және суық, негізгі және қосымша ахроматикалық және хроматикалық болып бөлінеді. Мысалы, Йоханнес Иттен түстер теориясында 7 түрлі контраст түрін анықтап, олардың көркем композициядағы рөлін жан-жақты түсіндірді. Түстің негізгі сипаттамалары: рең, қанықтық және ашықтық көркемдік бейнелеудің негізін құрайды. Бұл қасиеттерді дұрыс түсіну, яғни дизайнерге, суретшілерге және де осы өнер саласындағы түрлі қолдауларға мүмкіндік береді. Өнер саласында түс тек физикалық құбылыс емес, ол адамның сезімі мен ойына әсер етеді. Эстетикалық құрал. Сондықтан түстің сипаттамаларын терең, көркемдік білімдерінің маңызды бөлігі болып табылады. Енді қорытындысы, түс жүйелерін меңгеру бұл дизайнерлік сауаттылықтың негізі. Осы білімді қолдана отырып, сіз кәсіби деңгейдегі графикалық дизайн, сәулет дизайны, өндірістік дизайн, тағы басқалар дизайн саласы бойынша және коллекцияларды жасауда пайдалана аласыз. Білім алушылардың өзіндік жұмысы үшін тапсырма. Өзіңіз принт таңдап, оның бір
фрагментін алып, оны RGB экран үшін, мысалы RGB, және SMYK баспа үшін түс үлгілерінде салыстыра отырып, Pantone коды бойынша нақты үш негізгі реңді анықтаңыз.